Жаздың шіліңгір ыстығында су іше беріп мезі болып кететініміз бар, тіпті одан жүрегіміз де айнып жатады. Ендеше сіздің назарларыңызға шөл қандыратын 7 түрлі сусын түрін ұсынамын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Шай шөлді жақсы қандыратын сусын. Орта Азия, Қытай, Жапон елдерінде ыстық шай адамды терлетіп, қызуды шығарып, ағзаны сергітеді деп есептеледі. Сонымен қатар шай қан тамырларына әсерін тигізетін П дәрумені мен С және Б дәрумендеріне бай. Минералды су. Шөл қандыратын сусындардың ішінде шайдан кейін минералды су екінші орында тұр. Су ағзаны сергітіп, тәбетті ашып, шаршағанды басады. Лимон тілімі немесе қышқыл жидектер қосылған су шөлді дереу қандырады. Краннан ағызылған немесе мұзды суды ішуге болмайды. Шырын. Жаздың ыстық күндерінде қызанақ, шие, грейпфрут, алхоры, алша шырындарын ішкен жақсы. Жидектің жұмсағы бар шырындар шөлді онша қандырмайды. Жаңадан сығылған шырындарды күніне бір реттен артық ішуге болмайды. Себебі ол асқазанның шырышының түршіктіріп, гастритке әкеліп соғуға мүмкін. Айран. Қышқыл сүт өнімдері органикалық қышқылдарына өте бай болғандықтан шөлді жақсы қандырады. Адамның ағзасы айранды тез қабылдайды. Сонымен қатар айранды кез келген жеміс-жидекпен қатар қолдануға болады. Қымыз шөл басатын шипалы сусын болып есептеледі. Денсаулыққа пайдалы әртүрлі дәрумендері адамның ағзасына, асқазанына, өкпесіне пайдасын тигізеді. Қымыздың әсерінен асқазан сөлінің бөлінуі жақсарады, тәбеті артады, астың қорытылу жүйесі жақсы жұмыс істейді. Шұбат адам ағзасын витаминдер мен микроэлементтерге деген тәуліктік қажеттілігін толықтай қанағаттандыра алады. Дәстүрлі сусын сонымен қатар ішек бауырды тазалап, өт жолдарының жұмысын жақсартады. Қышқыл бөлуді тездетіп, асты жылдам қорытуға септігін тигізеді. Сондай-ақ шөлді де керемет басатын сусындардың бірі. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ал сіздер қандай сусын түрін ішесіздер? Комментарийге пікір қалдырып кетіңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын!